Балапаным, бүгін тағы бәрі есіме түсіп, ет жүрегім езіліп отыр. Сен туған күн, ағайын туыс сүйіншілеп, өмірге ат байлар келді деп арқа жарға болғанды. Үстіңнен құс ұшырмай өсірбек. Сенің тәтті бұлдырың, құлдыраңдап басқан алғаш қадамың, мектепке барғаның, бәрі күні кешегідей көз алдымызда. Сен өзге бауырларыңнан дара едің. Сені өзгелерден бөлектеу, еректеу көретінмін. Тәтті естеліктердің тереңіне бойлап кеткенім соншалық. Сенің бұл өмірде жоқ екенің бір сәтке есімнен шығып кетті. Шынымды айтсам, мен оны ешқашан мойындаған емеспін. Бейітіңнің басына да барғым келмейді. Өмірден өткелі жыл айналып өтсе де, түнде есіктің ілмегін іле алмаймын. Алда жалда келе қалсаң, үйге кіре алмай қалар деп қорқамын. Мұнымды сау адамның сөз емес дерсің. Қайтейін? Сенің кіп-кішкентай жүрегің мейірімге толы еді. Ботам. Менің ішкі халімді қабағыңнан ақ ұға қоятынсың. Ойымды да айтқызбай сенетінсің. Тіпті қараңғыда жалғыз далаға шықсам, ізімнен ілесіп шығып, мен ішке кірмейінше есік алдында күтіп тұратынсың. Жаным сол. Сен асқан қайырымды бала едің. Қолында ауыр жүгі бар біреу жолықса, жанына жүгіріп барып, жәрдемдесіп, үйіне дейін жеткізіп салатынсың. Жауапкершілігің де зор еді. Өзіңе міндеттелген шаруаны ешқашан аяқсыз қалдырмайтынсың. Әсіресе әкеңнің аманатына қиянат жасамайтын едің жарығым. Бауырларың өздеріне тапсырылған жұмысты уақытылы атқармаса, солар үшін бәрін бір өзің жасап, олардың атына бір сөз келтірмейтінсің.